саулық, елімнің денсаулығы үшін бұл саулық. Саулық тайм, елімнің денсаулығы үшін. Сәлем достар, саулық тайм рубрикасында барлығыңызды көргенімізге әбден қуаныштымыз. Елімізде көбінесе денсаулық қалай деген кезде біз не деп қалай жауап береміз? Әрине, жақсы деп жауап береміз, сол емес па? Ауырып тұрсақ та, өзімізді кішкене нашар сезініп тұрсақ та жақсы деп жауап береміз. Бұл үмітімізден шыққан сөз деп ойлаймын. Бәрі жақсы болады деген үміт. Болмаса өзіңді қалай әлсірегеніңді ешкімге көрсеткің келмейді, солай емес пе? Аңсағандай сіздің де денсаулығыңыз жақсы екеніне үміттеміз достар. Ауырмайық, бәрі бес деп ойлайық. Шынында денсаулық бұл өмірдің бұлақ деп бекерден айтылған емес деп ойлаймын қазақ елінде. Өйткені егерде денсаулық жоқ болса, онда адамның тірлігінде қалған барлық керекті, маңызды нәрселер өзінің сипатын жоғалтып қояды деп ойлаймын. Сондықтан денсаулық бұл ең керек нәрсе, сол емес па? Арасында денсаулық болмай, 1-2 күн ауырып қалсан, ештеңеге шамаң жоқ болып, енді ештеңеге ниетің болмай, әсіресе енді ас ішуге тәбетің болмай қалады. Оған қарсы есік алдындағы дүкенге де шығуға шамаң болмай қалады. Денсаулық болса, біз бақытты адамдардың біріміз деуге де болады. Ал енді саулық тайм рубрикасын бастаймыз достар. Алдында өзіңізге керекті соңғы кеңестерді ала аласыздар. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Ал енді алға. Біздермен бірге кеше гидротерапия жайлы анықтаманы бастаған едік. Гидротерапиямен таныссыз ба деп. Бүгін енді су адамды тағы қалай емдей алады деген анықтамамен ары қарай жалғастырамыз тақырыбымызды. Пенициллинді ойлап тапқан ғалым Александр Флеминг тағы бір маңызды жаңалық ашқан екен. Ол біздің мұрын мен тамақта лизоцим деп аталатын табиғи антисептик бар екенін анықтаған екен. Қышқылды секрециялар сырттан енетін бактерияларға белсенді түрде қарсы тұрады екен. Бізді суық тиюден қорғап. Қышқыл ортаны сақтауға және суық тиюден қорғауға көмектесетін ең жақсы әдіс күнделікті контрасты душ екен. Кішігірім біз алдыңғы тақырыпта бұл жайлы кішігіне айтқан едік. Енді ары қарай толығырақ сіздерге түсіндіре кетсек, ыстық душ әрқашан қысқа суық душпен аяқталу керек. Тіпті бұл сізді суық тиюден сақтайды. Мұны істеудің ең жақсы жолы қандай? Барлығы өте қарапайым және оңай достар. Душ қабылдау кезінде ыстық және суық суды кезекпен қосыңыз. Мысалы, күн сайын бірнеше минут бойы ыстық душ қабылдаудан бастаңыз. Салқындатуды сезіну жағымды болу үшін мүмкіндігінше жаңағындай жылытыңыз. Аяқтағаннан кейін суық суды 30-60 секундқа қосыңыз. Содан кейін құрғатыңыз өзіңізді. Сізге балғындық әкелетініне сенімді болыңыз. Емдеу ретінде процедура өте ұқсас енді. Мұны істеу үшін оны тек 2-3 циклде орындау керек. Сіз өзіңізді керемет сезінесіз. Ал енді сіз батылырақ бола аласыз. Байқап көріңіз. Сондықтан 3 минут ыстық су құйыңыз. 30-60 секунд суық су енді ауыстырудың күрт және су температураның үлкен айырмашылығымен жасаңыз. Контрастты душқа үйренген сайын сіз суыққа төзімді боласыз. Суық енді әрдайым бізде қалай енді? Ауырған кезде көбінесе қандай? Себеп суық тию. Сол кезде сіз суық тиюден аулақ боласыз. Сіз тек сау адамға айналасыз достар. Ұмытпаңыз, ыстық судан суық суға өту өте күрт болу керек. Контрасты душты әрқашан суық сумен аяқтаңыз және тез құрғатыңыз енді өзіңізді. Ыстық судан суық суға дейін 3-5 циклді қайталауға тырысыңыз. Процедурадан кейін демалу пайдалы болады. Бұл енді кеңес сізге. Алла тағала ғаламды басқаруды бұйырған табиғат заңдарды адам денесін де басқарып, физикалық денсаулықты сақтап, жаңартып отыратынын ұғыну өте маңызды. Табиғи емдер Құдай берген емдеу принциптерін жүйелі түрде қолданғанда тиімдірек болады. Есіңізде болсын, келесі әдеттер мен өмір салты су процедураларының тиімділігіне ықпал етуі мүмкін. Біріншіден, пайдалы тағамды жеу. Екіншіден, жеткілікті су ішу. Үшіншіден, көшеде дене жаттығулары, соның арқасында сіз жеткілікті ауамен күн аласыз. Яғни күннің енді D витаминінің енді дәрумен аласыз. Төртіншіден, алкоголь, кофеин, никотин сияқты есірткілерден бас тарту керек. Бесіншіден, бұл әрине демалу, соның ішінде жеткілікті ұйқы.
ұйқы қанбаса адамның өзінің енді иммунитеті де түседі. Рас, менде сондай. Ұйқым қанбаса мен иммунитетім түсіп, түрлі енді тұмау және суықтарға жиі қалай енді маған жиі жабысады да, енді былай айтқан кезде, иммунитетім түскен кезде. Бірақ бұл сирек кездеседі. Және соңғы өте маңызды ескерту, салауатты өмір салтының негізі ол Құдайға сенім, достар. Оның ұлы дәрігер екеніне сенімділік сізді ешқашан қалдырмасын. Алдыңғы тақырыпта айтқан едік біз, әрине Құдайға біз дұға етуіміз керек. Процедураларды қабылдаған кезде. Мысалы біз кей кезде адамдарға кезінде массаж істегенбіз жиі. Жақсылық ретінде кейбір санаторияларда массаж істейтін алдында, процедуралардың алдында енді қайсы болсын. Біз пациенттерден рұқсат алатынбыз, және де Құдайға қолымызды жайып көмек сұрайтынбыз. Жаратушы ие, мінекей біз қазір қолымыздан келгенін істеп жатырмыз. Бұндай дарындармен сіз бізді үйреттіңіз. Осы қолымыздан келгенімізді істеп, алдымыздағы пациентке ем әкелейін деп жатырмыз. Ол осы істеген бәрі оған ем болсын. Бұның арқасында сіздің атыңыз мадақталсын деп күш қуат сұраймыз. Өйткені адамдар кей кезде жақсы іспен де адамға кедергі жасап қоюы мүмкін. Ешкім ондайдан сақтанбаған, достар. Тек қана Құдай ондайдан сақтайды бізді. Дәрігер екеніне сенімділік сізді ешқашан қалдырмасын, ұлы Құдай. Шипа мен денсаулықтың бірден бір ақиқат қайнар көзі адамзатты жаратқан Алла тағала деген үміт әрқашан қолдап жүре берсін. Тарих бойы Құдай денсаулықты қалпына келтіру үшін таңдаған құралы ретінде табиғи дәрі-дәрмектерді пайдалануды жиі ұсынған. Сондықтан киелі кітапта судың емдеудің бірінде маңызды рөл атқарғаны айтылады. 4-ші патшалық кітабында 5-ші тарауында бұл туралы айтылады. Кішкентай қыз құл қыздың кеңесімен оның күні енді сириялық әскери қолбасшы Нааман Алапестен айығуды тілеп Израиль патшасына хатпен келді. Енді Алапес деген ауру айналамызда қазір жиі кездеспесе де, онымен біраз адамдар таныс, достар. Киелі кітапта ол ауру жайлы жиі айтылады. Сонымен ұлы бір қолбасшы Нааман деген сондай аурумен ауырған екен. Сол Израиль патшасына хатпен келеді. Елші пайғамбар патшаға: "Ол маған келіп, Израильде пайғамбардың бар екенін білесін", деді. Нағман жаңағы елші пайғамбардың үйіне келгенде, оған барып Иорданға 7 рет түстеп, содан дененің тазарып, таза боласын деген кеңес алды. Жаңағы Нағман қатты ашуланады. Енді ол келіп болған расында бір танымды, бір жақсы нәрселер істеп ойлайды ғой. Ол айтады оған барып Иорданның өзеніне бар 7 рет түс дейді. Сіз не істер едіңіз, достар? Ойлап көріңіздерші. Өзіңіз қиналып жүрген кезде барып суға түсу керек екен. Сіз мүмкін санаторияға болмаса бір арнайы дәрілер болмаса бір нәрсе қолданады деп ойлайсыз. Сізге суға түс дейді. Сондағы жаңағы елшіден Құдайдың, ол елшіден Құдайын шақырып, оны дереу сауықтырады деп күтті жаңағы. Бірақ ол қатты ашуланды. Алайда ол Құдайдың бұйрығына адалдықпен мойынсынып Иордан суына 7 рет түскенде Алапестен тазарды. Нааман сияқты қатты ауырып қалсақ, дереу сауығып кеткіміз келеді. Алайда Құдай көбінесе басқа жолды таңдайды. Ол өзінің емді күшіне қарапайым табиғи құралдар арқылы жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Денсаулықты қалпына келтіретін процедураларды даналықпен қолдану арқылы біз де Құдайдың баталарымен кеменді денсаулыққа ие бола аламыз. Достар, енді бұл қарапайым әдістер иммунитетті көтеретін, тұмаудан көп аурулардан аулақ болатын. Су өте пайдалы, достар. Мүмкін толық түсінбесеңіз, қалай бұны жаңағындай 3 рет ыстық су, кейін 3 рет салқын суда контрастный душта қалай істегенін түсінбесеңіз, бейне жазбалар бар деп үміттенем YouTube'та. Соны көрсеңіздер, бұл сізге пайдалы болады. Рас, мен өзім ондай бастан өткен. Өзім талай рет ауырған кезде, сөйтіп әдістерді қолданған кезде, өзімді енді өзіңіз расында жақсы сезінесіз. Сондықтан кейбір аурулар бар, достар. Не дәрігерлер де, не дәрі де көмектесе алмайтын. Сондай кезде Құдайға дұға еткен кезде бір жалғыз тірі Құдай бүкіл жерде адамдарды жаратқан. Сол кірісіп, денесінде бар ауруды жоқ қылып жібереді, дәрігерлер таң қалады. Міне осындайға Құдайға шүкір. Алланың шипалы еміне әрқашан ашық болыңыз және сау болыңыз, достар.